Сонымен құрылтай сайлауы бітті. Орталық сайлау комиссиясының санауынша 9 миллион 300 мыңнан астам адам өз таңдауларын жасаған. Бұл сайлаушылардың 74,19%-на тең. Әйтпегенде 12,5 миллион адам сайлауға қатысуға құқылы еді. Үлкен саяси науқанның қорытындысымен әріптесім Алтынбек Әми таныстыруға дайын. Ол таңғы 7-ден, яғни орталық штаб жұмысын бастағаннан бері әр 2 сағат сайын тікелей эфирде ақпарат беріп тұрды. Жалпы оңтүстік өңірдің, әсіресе түркістандықтардың белсенділігі өте жоғары болды. Солай ма, Алтынбек? Алтынбек байланыстасың. Әлбетте, Түркістан облысының көрсеткіші өте жоғары, 92,16%. Өңірде дауыс беруге құқылы 1,204,659 адамның 1,110,214-і өз таңдауын жасады. Сонда сайлау учаскесіне бас сұқпағандар 100 мыңға да жетпейді деген сөз. Жетісу облысындағы азаматтардың да белсенділігін айтпасқа болмайды. Жалпы тізімге енгендердің 91,19%-і таңдау жасаған. Қызылорда облысында көрсеткіш 90,75%-ді құрады. Жалпы сарапшылар өңірінің халқы көш басынан түспейді деген пікір айтқан еді, бірақ кешкі сағат 18:00-де мәліметтер бұл болжамды жоққа шығарды. Ірі мегаполистер бойынша ең жоғары нәтиже Шымкент қаласында тіркелген. Сайлаушылардың 75,42%-і дауыс берді. Астанада 51,67%, Алматыда 43,23%. Қазақстан Республикасы құрылтайына депутаттарды сайлау бойынша дауыс берудің алдын ала нәтижелері арнайы брифингте хабарланатын болады. Брифингтің уақытын біз қосымша хабарлаймыз. Осымен орталық сайлау комиссиясы сайлаушылардың дауыс беруге қатысу туралы хабардар ету жөніндегі жұмысын аяқтайды. Жалпы ұлттық көрсеткіш бойынша дауыс бергендер саны 9 миллионнан асты. Бұл сайлаушылар тізіміне енгізілген азаматтардың шамамен 4/3-не жуық. Саяси науқанда ешқандай оқыс жағдай тіркелмеген, енді таңдау бюллетендерден санға алсан дауысқа айналатын кезең басталды. Учаскелік комиссиялар дауыстарды санауға кірісті. Осымен менің де орталық сайлау комиссиясындағы эфирім аяқталды. Әнуар, сөз тізгіні өзіңде. Көп рахмет, Алтынбек.